Бүгін сіздерге 5 минутта дайын болатын 3 сатпен дайындалатын бөректің рецептін көрсетемін. Өте әдемі болып шығады. Балаларыңызға да, қонақтарыңызға да ұсынсаңыздар болады. Ол үшін бізге лаваш қажет болады. Лавашты осылай өлшеп, бірдей етіп, бөліктерге бөліп аласыздар. Мен лаваш көлемі кішілеу болғандықтан 4 бөлікке бөлдім. Әрі өзім балдарым болғаннан кейін оның көлемін үлкендеу қылдым. Ал сіздердің егерде лаваштарыңыз үлкендеу болса, 8 бөлікке немесе 6 бөлікке бөлсеңіздер болады. Кухонный қайшымен қырқып алдым, шақпен қырсаңыздар да болады. Енді өз еріктеріңіз. Мен осылай өлшеп барлығын бірдей қылып қырқып алдым. Бізге енді 200 грамм бринза мен 200 грамм сыр қажет болады. Сырды ала жылыса еритін, пиццаға қосылатын моцарелладан алсаңыздар да болады. Бөректің ішінде езіліп, еріп әдемі болады. Өткіштен өткізіп, қолымызбен бір келкі воздушный етіп араластырып аламыз. Тұз еш нәрсе қоспаймыз, себебі кейбір бринзалар, немесе сырлар, бринза тұзды болып келеді. Сол себепті тұз қоспаймын. Енді қалауларыңызбен приправа немесе не қоссаңыздар болады. Қарабүріш қоссаңыздар болады. Начинкасын басқаша қылып картошкамен жасауға да болады. Енді мен көбінесе осы сырмен, бринзамен жасаймын. Әрбір лавашымыздың ішіне начинкамызды салып, сумен жабыстырып, жабысқан жерін астына қаратып қоямыз. Кішкене кеу үшін. Сол кезде майға салған кезде ол ашылып кетпейді. Біздің нелеріміз дайын болды. Бөректеріміз дайын болды. Енді алдын ала майымызды қыздырып қоямыз. Қызып тұрған майға бір-бір салып пісіріп аламыз. Майымыздың отын жай қойыңыздар.